Қайырлы күн баршаларыңызға. Сіздермен бірге Таңжарқын менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін өте дәмді, әрі жасалу жолда оңай, кереметтей фунчоза салатын әзірлейміз. Ең алдымен салатымызға қажетті заттарымыз: фунчозамызға арналған лапшамыз қажет, болгарскийіміз, қиярымыз, чесногымыз және дәмдеуіштеріміз, сәбізіміз, соевый соус, етіміз және фунчозамызға арналған приправамыз қажет. Ең алдымен етімізді алып, жақсылап жуып алып, ұзынша етіп турап аламыз. Етіміздің қара кесек болғаны жақсы. Егер шандырлар болса, барлығын алып тастаңыздар. Салатымыздың құрамына не қосқанымды, қанша граммнан қосқаным барлығын описание бөліміне жазып қалдырамын. Осылай еттеріміздің барлығын ұзынша етіп турап дайындап алдым. Енді етімізді алып, шұңғырлау ыдысымызға салып, етіміз тұздалмағандықтан үстіне тұз қостым және 2 чай қасық соевый соусымызды құйып, жақсылап араластырып, 20 минутқа қойып қоямыз. Осылай қойып қоямыз. Енді болгарскийімізді алып, ұзынша етіп турап аламыз. Осылай болгарскийлерімнің барлығын турап дайындап алдым, бір келкі қып. Енді сәбізімізді алып, сәбізімізді де теркамыздан ұзынша етіп өткізіп аламыз. Сәбізімізді өткізіп алдық. Енді сковородка немесе қазанымызды отқа қойып, үстіне сұйық майымызды құямыз. Жай отта дайындап алған етімізді салып, қып-қызыл қып қуырып аламыз. Осылай араластыра отыра, қып-қызыл қып қуырып аламыз. Жақсылап қып-қызыл қуырылғаннан кейін үстінен азғантай ғана су құямыз. Көп құймаңыздар суды. Бетін жауып, жарты сағатқа бұқтырып қойып қоямыз. Жарты сағат мен қуырып, бұқтырып алдым. Етіміз піскен. Енді үстінен жай отта болгарскийімізді салып араластырамыз. Осылай болгарскийімді салып араластырып алдым. Енді үстінен теркамыздан өткізіп дайындап алған сәбізімізді салып қуырып аламыз. Көп қуырудың қажеті жоқ. Осылай араластырып, жай отта араластырып отыра қуырып дайындап аламыз. Осылай қуырып дайындап алдым. Енді фунчозамызға арналған лапшамызды аламыз. Мен осы түрін пайдаландым. Ыдысымызға салып, қайнап тұрған ыстық суымызды құямыз. Лапшамыздың үстінен суымызды құйып, бетін жауып, мен өзім 15 минутқа қойдым. Негізі 10-15 минутта пісіп қалады лапшамыз. 15 минуттан кейін бетін ашып, мұздай суға жуып, лапшаларымызды суын сырғытып қоямыз. Осылай күрпа жуатынға суын сырғытып қойдым. Енді лапшамыздың суы сырғығанша қиярымызды алып, ұзынша етіп турап аламыз. Осылай қиярларымыздың барлығын бір келкі қып, ұзынша қып турап алдым. Турап алып, енді ыдысымызға саламыз. Енді 2 зубчик чесногымызды теркамызда майдалап өткізсеңіздер болады, немесе осылай чеснокты езетімен езіп алсаңыздар болады, майдалап турап алуға болады. Мен осылай чеснок езетімен езіп алдым. Енді лапшамызды барлығын ыдысымызға салып, үстінен чесногымызды саламыз. Үстінен дәміне қарай тұзымызды саламыз. Паприкамызды, қара бұрыш, қызыл бұрышымызды қосамыз. Енді жақсылап араластырамыз. Бір келкі қып. Осылай араластырып алдым, бір келкі қып. Енді үстінен бір қасық
соевый соусымызды құямыз. Және осы жерде мен фунчозаға арналған приправа жарты чай қасық қостым. Бұл жерде түсірілмей қалыпты. Жақсылап араластырамыз. Осымен керемет фунчоза салатымыз дайын. Сіздер де міндетті түрде жасап көріңіздер. Барлық жанға ұнайды. Сіздермен бірге болған Таңжарқын. Қош сау болыңыздар.